Бисмилла. Бізде яй әрпі енді созылу ережесін өтеміз. Соған байланысты жаттығулар жасаймыз. Яй әрпі созылу үшін екі әріп мөлшерінде өзінен алдыңғы әріп кәсірәлі керек. Мысалы, яйымда сукунды, өзінен алдыңғы әріп не? Кәсірәлі. Демек, яй әрпі и, кәсірәлі и, демек екі и деген сөз. Сукун бізде айтқанымыз домалақ, немесе Құранда мынандай түрде кездеседі, немесе жай ғана ол әріптің үстінде не? Ештеңе болмайды. Яғни ода харекет жоқ деген сөз. Бисмилла. Мынау бізде, мысалы, өзінен алдын фатха болатын болса, қойла, и созылмайды. Немесе қуи, дамма болсында қуйла болмайды. Сондықтан оның астына не? Кәсіра болу керек сол үшін. Қила, қида, кила, нила, жадидан, жадидан, баидин, баидин, хакимун, хакимун, ятимун, ятимун. Ида, мына жеріне бізде әлиф созылады. Өйткені алдыңғы әріп бізде фатхалы. Ида, қила, қила, алимун, алимун, фи أمرنا في صدرنا غافلين غافلين ظالمين ظالمين عابدين عابدين خالدين Халидина. Екінші жарты сабағы. Бисмилла. Мустақима, қима, насина, ин насина. نصيبنا نصيبنا أبابيل бізде уже әлиф те созылып отыр, яй да созылып отыр. مصلين مصلين مبشرين مبشرين من سجيل من سجيل ترميهم ترميهم أيديهم أيديهم يهديكم يهديكم من أخيه أخيه قومي قومي وجعلني وجعلني يصطفي يصطفي نبتغي نبتغي وكثير كثيرا وكثيرا وقليلا وقليلا لقدير نرابز لقدير لحديث لحديث نجر немесе لحديث болуы мүмкін сіздерде لحديث لحديث деген сияқты. Бұл бізде не? Кәсіраға яйдың созылуына байланысты ережелер. Яғни яйдың алдында кәсіра келетін болса, ол осылай екі әріп мөлшерінде созылады деген. Пайдалы болсын.